Біздің шариғатымыз ер мен әйелдің арасындағы заңды шариғаттың шеңберіндегі некені ұлы, ауыр, серт дейді. Қазір бұл аятты, бұл хадисті естіп отырған әр қайсымыз осыны сезінуіміз керек. Олар сендерге харам еді. Онымен қарым қатынас, байланысу сендерге тыйым салынған еді, рұқсат емес еді. Алланың сөзімен, яғни некемен, келісіммен сендер өздеріңе адалдап алдыңдар дейді. Сондықтан сендер бұл аманатқа берік болыңдар. Алланың сөзімен ойнамаңдар деп тұр пайғамбарымыз. Алла Тағала Құран кәрімде айтады. Тағы бір аятта «Ваашируһунна бил-маъруф». Сендер өздерінің жұбайларыңмен, әйелдеріңмен өте жақсы, әдемі, жағымды қарым-қатынаста болыңдар дейді. Жауапкершілік ең бірінші еркектің мойнына түседі, отбасының жауапкершілігі. Әйел көмекші күш, сонымен жоғарымыз. Әр-риджалу қауамуна алан-ниса дейді Алла Тағала. Еркектер, ер азаматтар әйелдерге жауапты дейді. Олар үшін жауап береді. Әйелдер біз үшін жауап бермейді. Ол өзінің міндетін орындамаған үшін жауап береді. Бірақ біз әйелдер үшін де, өзіміз үшін де жауап береміз. Міне, осымен біздің дәрежеміз жоғары. Сонымен біз әйелдерден сәл бір саты жоғары тұрамыз деп өзімізді есептейміз. Шын мәнінде біз еңбекпен жасауымыз керек, жақсылықпен, сонымен ерекшеленуіміз керек, сонымен жоғары тұруымыз керек. Отбасыны дұрыс басқарумен, дұрыс игерумен. Әйелдер басқарып кетпеу керек еркектерді. Мұсылман отбасында олай емес. Еркек үйінде жатыр, әйелді саудаға жіберіп қойып, бала-шаға қарап жатуға болмайды. Ондай намыссыз еркек мұсылманшылықтың шарттарын сақтаған болмайды ол. Сен барып сауда жаса, сен барып көшені сыпыр, рызықты сен сүйреп кел үйіңе. Әйелің ар намысын бәрін сақтап, үйде балаға қарап, үйдегі жағымды ауа райын, атмосфераны, уютты қалыптастырып отырсын үйде. Абдулла ибн Аббас радиаллаху анхума, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның немере інісі, осы жөнінде былай дейді: мен әйелім, келіншегім маған қалай әдемі жасануын, әдемі көрінуін қалайтын болсам, мен де солай әйеліме жасанып, әдемі көрінуге тырысамын дейді. Әйелдер де өздерінің күйеулерінің әдемі киініп, әдемі көрініп, шашын тарап, еңсесі биік болып жүргенін қалайды. Ешбір әйел өзінің күйеуінің бір төмен болғанын қаламайды. Біз әйеліміздің ақылды, көркем, ажарлы болғанын қалағанымыз секілді. Сосын есімізде болу керек, ешкім идеал емес. Ер азаматта, әйелде кәміл бола алмайды. Кемелділік, кәміл болу, ол тек пайғамбарларға ғана нәсіп болған нығмет. Құрметті бауырлар, жамағат, мүмкін емес, барлық адам қателеседі. Әрбір адамда бір кемшілік бар. Мінезінде болуы мүмкін, денесінде болуы мүмкін, сөзінде болуы мүмкін, немесе білімінде болуы мүмкін. Әрбір адамда кемшілік бар. Ол ер болсын, ол әйел болсын, бәрібір. Отбасының бұзылуы қоғам үшін де, біздің дініміз үшін де ең үлкен қасіреттердің бірі. Неге? Отбасы бұзылса, үммет бұзылады. Алла Тағала Құранда айтады: «Важална ба'дакум ли ба'дин фитна» дейді, құрметті бауырлар. Сендерді өзара бір-бірлеріңе бір сынақ етіп қойдым дейді. Сондықтан отбасылық өмірде қазақ айтады ғой, үйлену оңай, үй болу қиын дейді. Себебі үйлену сүннет болса, үй болу парыз. Ал парызды орындауға адам көбірек еңбектену керек. Сол секілді әйел де сабыр ету керек. Әйел ер азаматына, күйеуіне сабыр ету керек. Сонда отбасы жалғасады. Әйелдің міндеті шектеулі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, имам Ахмад жеткізген хадисте: «Иза саллатил мар'ату хамсаха». Егер әйел өзінің 5 уақыт намазын оқыса дейді, «Ва атаат бa'лаха», және өзінің күйеуіне мойын сұнса,
бағынса, оған сабыр етсе, оны риза қылса, қила лаха удхилил жанната мин айи абуабил жаннати шитти дейді. Солай өмірден өтсе, Алла тағала айтады екен: сен, Алланың күні, жәннаттың қайсы есігінен қалайтын болсаң, сол есігінен кір дейді. Міне әйелдің жауапкершілігі осыншалықты шектеулі. Бірақ ол оңай емес әрине. Біздің шариғатымыз барынша отбасын сақтап қалуды қалайды. Барынша соған мұсылмандарды, өзіне ерушілерді соған үндейді.